Инфинити. Ал достар, бүгінгі жиналған себебіміз бүгін бізде необычный день. Бүгін бізде өздеріңіз көріп тұрғандай күшті болып, галстукпен, немен келіпсіздер, шарфпен келіпсіздер. Бүгінгі біздің необычный күніміз, бүгін біздің басшыларымыз выступать етеді, басшыларымыз шығады. Маған емес уақыт бөліп келген өздеріңізге қол соғыңыздар. Маған емес мақсат қоя алған жүректеріңізге қол соғыңыздар. Маған емес батылдарыңыз жеткен, өзіңіздің мақсатыңызбен ұштастыра алған компанияда тұрғандықтарыңыз үшін қол соғыңыздар. Мен сіздерді үлкен, биік, еркіндік әлемінде денсаулықпен, биік байлықпен табыс беретін Infinity VIP Group компаниясына қош келдіңіздер деймін. Кез келген адамның біліміне, деңгейіне қарамастан, кез келген деңгейге ұмтылуына мүмкіндік беретін орта. Бұл жерде сіз жасыңызға, жынысыңызға, ұлтыңызға, біліміңізге қарамастан кез келген уақытта биік армандар қойып, үлкен мақсаттарға қол соза аласыз. Себебі бұл компанияны құрған адамдар кезінде сондай үлкен арман мен нақты мақсатқа қол жеткізген адамдар. Енді осы мақсатқа, осы арманға халық қол жеткізсін деп ашылған жер. Сондықтан сіздер отырған орталарыңызға, қазіргі бөлісіп жатқан ойларымызға, мына өткізіп жатқан уақытымызға, бірге өткен әрбір уақытымызға біз бір сүйсіне, қошеметтеп, өзімізді өзіміз күнделікті биік орындарға көтеріп қойсақ, ол артық болмайды. Infinity VIP Group компаниясы ұсынып отырған леке өнімдерінің ерекшелігі бұл ауруды емдеуге арналған зат емес. Бұл сіздің ауру болғандығыңызды күтетін зат емес. Бұл сізді клеткалық дәрежеде жаңалап тазартып, сізді жасартатын өнім. Бұл жаңалайтын өнім. Сондықтан бұл жерге келгенде сіз жаңарып, жасарып, жаңа бағытта әдемі энергиямен өмір сүруге арналған өнімді тұтынуға келесіз. Қалай жұмыс бастайсыз, қалай іш бастайсыз, бұл біріншіден сіздің өміріңізге, тамырыңызға шынайы табиғи қуат жібереді. Екіншіден, денсаулық келгеннен кейін адамда мақсат оянады. Мақсат оянғаннан кейін адам толыққанды өмір сүре бастайды. Бұл жеңімпаздар ортасы, бұл биікке ұмтылған батырлар ортасы, бұл жеңімпаздардың таңдалған ортасы. Сондықтан мен сіздерге компанияның ары қарайғы тереңін көрсету үшін, компанияның терең ақпаратын көрсету үшін, біздікі ол кейін келген, ішіп көрген, жеп көрген нәрсе. Ал бірақ компанияның тарихы қайда жатыр? Оны құрған адамдардың ой мақсаты қайда жатыр? Оны құрған адамдардың болашаққа қойған қандай жоспарлары бар? Ол жоспардың қайсысы орындалды? Қайсысы тағы да тереңдетіліп қойылып жатыр? Осы нәрсені әрине компанияның басшылығынан артық кім айтады? Олай болса, мен қазір ортаға өзінің ер азаматқа тән қайсар өршіл рухымен, өзінің біліктілігімен, өзінің ерекше бірлікке шақыратын біздегі басшылықтағы ер азаматтар бірлігі өте жоғары. Компания вице-президенті біздің қымбатты Қайрат Бекболат мырзаға сөз беремін. Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер. Сонымен қатар бүгін осы презентацияға келген араларыңызда жаңадан келген кісілер де бар, мен қателеспесем. Енді вице-президент деп таныстырғанмен де мен осы компанияда осы сіздер сияқты бизнес жасап жүрген адам, структура құрып, адам шақырып, бизнесқа адамдар тіркеп, осы бизнесті жасап жүрген адамдардың бірімін. Маған солай жұмыс істеген ыңғайлырақ та. Енді осы жерде жаңадан келіп отқан кісілер бар шығар, мүмкін бұрыннан жасап келе жатқан кісілер бар шығар. Сол кісілерге мен енді кішкене былай өзім туралы айтып кетейін. Толығырақ. Негізі мен енді сетевой бизнесқа келгеніме осы биыл сәуір айында 4 жыл болды. Оған дейін ешқашанда мен сетевой бизнеспен жаңағыдай осы жүйелі маркетингпен айналысып көрген адам емеспін. Осындай жүйелі маркетингке ол айтқан кезде, ол айтпаңдар, ол лохотрон, ол өтірікшілер, алаяқтар жиналған деп сөйтіп солай қарайтын осы бизнесқа, именно сетевой маркетингке. Өзім оған дейін мамандығым бойынша заңгермін. Сол 11 жылдай уақыт өзім мамандығым бойынша жұмыс жасадым. Енді 11 жылдың ішінде қалада 17 жылдай қалада тұрам.
Ол жалпы Қостанай қаласында тұрдым, одан кейін осы Астана қаласында, бірақ енді сол 17 жыл қалада тұрамын ғой. Сол қалада жүргенде әрине неше түрлі адамдар келді. Студент кезімізде де бізге келіп жүріңдер кеттік, осындай бір компания келіп жатыр, осындай жақсы продукция келіп жатыр, тыңдайық деп жаңа алып келіп тыңдатып, одан кейін де бәленбай мәрте жұмыс істеп жүргенде де келіп кетші, бір ақпарат берейік деп, бір ақылдасатын жұмыстар бар еді деп, мені сол талай рет осындай сетевой маркетингке шақырған болатын негізі. Әртүрлі адамдар. Бірақ келген сайын, тыңдаған сайын бірінші 5 минуттан кейін жаңа сетевой маркетинг екенін білген бетте жаңағыдай сразу ақпарат қабылдамай қаламын да. Енді ол мен ғана емес, басқа адамдар да солай шығар. Сетевой бизнес айтқанда ақпарат қабылдамай қалады. Мен де сөйтіп қабылдамай қалып, жалпы тыңдамай, негізі адамдар айтып отқан кезінде солай тыңдамай, оқпай, естімей сөйтіп жүрдім. 2012 жылы мен ең бірінші осы сетевой бизнесқа мен жақын достарым шақырды. Олар шақырды, олар да сол уақытта өте қатты сондай үлкен дәрежеге жеткен адамдар емес, сондай онда сәл менен ғана жақсырақ өмір сүріп жүрген жігіттер, енді былай енді кәсіппен айналысып жүрген жігіттер болды. Сол жігіттер осы бизнесқа сетевойға шақырып мені, ең бірінші осы сетевой маркетинг көрсетті. Сосын мен айттым, енді талай рет адамдар мені шақырып өтті бизнесқа. Бірақ енді сендерді сыйлаймын дедім негізі, сендерді құрметтеймін, сыйлаймын, осы студент кезімізден бірге араласамыз, доспыз. Давайте былай жасайық. Сендер осы бизнеспен айналысып жатырық дедіңдер ғой, бизнесқа тіркелдік деп айттыңдар ма? Сендер осы бизнесте результат көрсетіңдер маған. Өйткені мен шақырған адамдардың біреуінде осы байыған көрген жоқпын. Осы сетевой маркетингте. Енді былай жалпақ тілмен айтқанда, бірде бір адамның сондай бір керемет результатқа жеткенін мен көрген жоқпын. Сіз маған результат көрсетіңіздер. Сосын мен, сендер маған результат көрсетсеңдер, мен осы сетевой бизнесқа келем деп, сөйтіп мен жаңағы өзім шақырған адамға уәде бердім. Ол 2012 жылдың октябрь айы болатын, сентябрьдің аяғы кезі, октябрьдің басы. Сөйтіп октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март келді. Март айында мені тағы сол 7 айдың ішінде мені шақырып жүрді ылғи. Келсей, мен осы аптада $100 алдым, осы аптада $200 алдым. Осы аптада $500 алдым. Міне мен машина алып жатырмын, міне мен квартира алып жатырмын деп сондай мені результаттарға шақырып жүрді. Новоселилерге барып жүрдім. Сөйтіп жүргенде мен жолдас жігітімнің, сол қазір енді жолдасы әйел дейді, енді сол кезде жаңа қызы болып жүрді, енді екеуі сол кезде жүріп жүрген кезде, сол қыз бала өзіне Lexus деген машина сатып алды. Сол Lexus'ты сол қыз алған күннен бастап, сол мен сетевой бизнесқа сендім. Сөйтіп 2013 жылдың сәуір айында мен сетевой бизнесқа келдім. Әрине бірден жұмыстан шықтым, заявление жаздым да, жұмыстан шықтым. Жұмыстан шыққаннан кейін үрсем естіп жаба саласыз ба, ренжімесеңіз, кісілер келіп отыратын кісілер отырсын, ана жақта болатын кісілер сол жақта болсын. Сосын осы бизнесқа тіркеліп 2013 жылдың сәуір айында осы сетевой бизнесті бастадым. Бұны негізі сіздерге айтып отырмын, қазір просто бұның бір үлкен бір сондай несі бар да, мәні бар да бұл әңгіменің де. Сөйтіп 2013 жылдың сәуір айынан бастап сетевой бизнесті жасай бастадым. Осы жерде жатқан адамдардың енді бір 90% осы бизнесқа тіркеліп бизнес жасап жатқан кісілер. Ал енді бір 10%, мүмкін 5% ма бизнесқа, енді білмеймін қанша пайыз екен, айтпай ақ қояйын, сол жаңадан келген кісілер. Сөйтіп бизнесқа келгеннен кейін бір күні мені жаңағыдай үлкен бір сондай семинарға алып барды. Жаңа адамдар жиналады жан-жақтан, Қазақстаннан, Ресейден, Қырғызстаннан, бүкіл мемлекеттерден келіп, адамдар жиналып, сол жерде жаңағыдай адамдар результат алады. Сол кезде мен сахнада тұрып, бір қыз баланың, бір енді әгетсе мен бір 15 жас үлкен, 10 жас үлкен бір енді келіншектің жаңағыдай бір аптада $5,000 ақша алғанын көрдім да мен бір аптада. Сосын айына $20,000 екен. Менің жалақым сол кезде $300 болды. Айына жаңа банкте. Сонда мен жаңа санасам, жаңағының бір айда тапқан ақшасын мен табу үшін енді примерно бір 10 жыл жұмыс істеу керекпін. Осыдан кейін мен өз-өзіме сондай бір шешім қабылдадым да, мен де осындай дәрежеге жетемін. Мен де осындай ақша табуға мүмкіншілігім бар. Мен де осы кісілер сияқты сахнаға шығам деп, өз-өзіме сол жерде сөз беріп, сол жерде өз-өзіме серт беріп, осылай сетевой бизнес бастадым. Әрине бірден бірінші айда, екінші айда, бірден 2-3 айдың ішінде зарплатқа шығып кетесіздер, бірден ақша тауып кетпесеңіздер де, бірақ егер де сіздер алдарыңызға мақсат қоятын болсаңыздар, міндетті түрде сіздер жалақыға шығып, міндетті түрде өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертесіздер. Мен сол сетевой бизнесқа келген уақытында өзімнің пәтерім болған жоқ, өзімнің машинем болған жоқ, ешқайда шықпағам, ештеңе көрмеген, былай айтқанда, тіпті үйленбегем даже. Сондай бойдақ болып жүрдім. 29 жасыма дейін үйлене алмай жүрдім. Өйткені ол неге үйлене алмай жүрдім? Өйткені менің
қалтамда ақшам болған жоқ, артық ақшам. Мысалға, мен енді жүретін қыз болмады десем өтірік әңгіме болып кетеді. Просто үйленсем тойды қалай жасаймын, үйленсем ананы қалай жасаймын, мынаны қалай жасаймын, әке-шешеме қалай не істеймін деген сияқты сондай бір әртүрлі ойлар келіп, адам басында сондай бір керек емес комплекс қалыптасты да бізде, түсінесіздер ма? Дәл сондай комплекспен бүгінгі таңда мен сияқты сол 17 мен 30-дың арасындағы жігіттер толып жатыр. Мен қалай үйленемін? Менің машинем жоқ, менің пәтерім жоқ, менің тауып отқан ақшам жоқ, тойымды қалай жасаймын? Не болмаса олардың араларында бір-екі жігіт уже мүмкін өздері пысық жігіттер өз ақшасынан той жасаған кісілер болған шығар. Сол себепті олар да сондай нәрсені ойлайды. Дұрыс па? Енді мен айтатыным, мынау Қазақстанда біз енді бала емеспіз ғой, енді осындай жасқа келгенде мен системада жұмыс жасадым 11 жыл. Жалпы өзімнің 11 жыл жұмыс жасаған уақыттың ішінде бірде-бір адамды жалақыға байыған адамды көрген жоқпын. Жаңағы жалақыға жұмыс жасап, жаңағыдай, зарплатпен жұмыс жасап, сондай жаңағыдай пәтер алып, сондай бір үлкен үй салып, сондай автокөлік мініп, сондай бір керемет жаңағыдай өзінің көрпесін кеңінен жайып тастап өмір сүрген адамдарды мен көрген жоқпын. Олай өмір сүргіміз келетін болса, ондай дәрежеге жеткіміз келетін болса, біз міндетті түрде бір кәсіппен айналысу керекпіз. Ал ондай кәсіппен айналысатын бізде біріншіден не жоқ? Қаражат жоқ. Көп адамдарда кәсіппен айналысуға қаражат жоқ. Любой жігітті көтеріп айтыңызшы, сен неге бүйтіп қиналып жүрсің? Сен неге жағдайың жоқ? Сен неге өйтпей жүрсің? Сен неге бүйтпей жүрсің? Менің таныстарым жоқ, менің ақшам жоқ деп сөйтіп адам айтады, өзін жаңағы сондай бір қалай айтсам екен, жаңағыдай сөйтіп өз-өзін ақтайды, адам. Негізінде мен сіздерге айтайын, мынау осы компанияға келіп тұрсыңдар, біздің компанияның аты Infinity V Group деп аталады. Біздің компанияда бизнес жасау үшін, біздің компанияда аптасына 2000, 3000, 5000, 10 000 доллар жалақыға шығу үшін 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, не болмаса 10 миллион теңге ақша керек емес. Не бары сіздер бір-ақ рет 350 долларға, 350 доллар деп тұрмыз, теңгемен қанша санағанда? 122 мың теңгеге, 122 500 теңгеге бір-ақ рет өздеріңіздің денсаулықтарыңызға арнап продукция сатып аласыздар. Ойто сіздер 122 500 теңге ақшаны біреудің қалтасына салып беріп жатқан жоқсыздар. Сіздер 122 500 теңге ақшаға өздеріңізге тауар алып жатсыздар. Өздеріңіздің жақындарыңызға ма, өзіңізге ма, енді ол өздеріңіз шешесіздер, енді таныстарыңызға ма. Сөйтіп тауар алу арқылы сіздер өздеріңізге бизнес орын ашасыз. Жаңа көрсеткен шығар маркетинг планды, бизнес орын ашасыздар. Мына сіз өзіңізге 350 долларға бизнес орын аштыңыз. Егер де сондай бір жақсы промоушнда аптада болып жатса, компания үстінен сіздерге подарок. Осы аптада мысалға кім 350 долларға бизнес орын ашса, компания оған 100 долларға үстінен подарок қосып береді. Көрдіңіздер ма? Подарок қосып аласыздар. Есік жаба саласыз ба? Артыңыздан есікті жауып көреді, есік жаба салыңыздар. Сосын кіріп былай жібере бермеңіздер, кешігіп келсеңіздер, лучше сол жақта отыра беріңіздер, мына жаққа кірмей ақ қойыңыздар. Мен сіздерге айтайын, бір нәрсе бар да біздің өмірде, ең жаман нәрсе ол бізде дисциплина жоқ. Көп адамдар результатқа жете алмайтыны, осы өмірде үлкен дәрежеге жете алмайтыны ол дисциплинаның жоқтығынан. Сол себепті міндетті түрде бізде не болу, тәртіп болу керек. Сол Сталин айтады ғой, соғысты неден ұттық, жаңағыдай сол бір үлкен бір тәртіптің арқасында соғысты. Сол сияқты бұл қазіргі өмірде ол мылтықсыз майдан. Бұл қазірде соғыс болып жатыр, қарап тұрсаңыздар. Только қару-жарақ жоқ, былай қарасаңыздар. Только жаңағыдай қан төгіс жоқ, былай қарап тұрсаңыздар, бұл да бір майдан үлкен болып жатқан. Осы майданда кім ерте тұрады, кім жаңағыдай өзінің арманына дұрыс арманын анықтай алады, кімде мақсат бар, кімде жоспар бар, кім дұрыс мекемеде жүр, сол адамдар өздерінің мақсаттарына жетеді. Кім жаңағыдай өзінің бойында жаман әдеті жоқ, сондай адамдар ғана жетістікке жетеді. Ал жаңа жаман әдет қуып, жаңағыдай өзін бір тәртіпсіз жүрген адамдар, олар ешқашанда результатқа жете алмайды, нәтижеге жете алмайды. Енді қараңыздар, сіздер бір рет қана 350 долларға өздеріңізге бизнес орын ашасыздар, бизнесқа кіресіздер, сөйтіп тауар таңдап аласыздар. Не істейсіздер? Ең басты мақсат компанияның қойып тұрған шарты сіздерге тауарды алып ішу, міндетті түрде ішу керексіздер. Ішіп өздеріңіздің денсаулықтарыңызды дұрыстау керексіздер. Осы мен өткенде Астанада шыққан кезде, сөйлеген кезде, енді орыс тілінде сөйледім, сол кезде маған бір кісі айтты, бір жас бала айтты, мен не істеймін тауарды дейді да. Бұл тауар денсаулыққа байланысты тауар, мен жаспын, мен 20-дағы жігітпін, мен бұл тауарды не істеймін дейді, мен ауырмаймын дейді. Мен айттым, сіз дедім, барып дұрыстап тұрып медкомиссия өтіңізші дедім. Андай бесплатный медкомиссия емес, әлеуметтік медкомиссия емес, ақша төлеп бір дұрыстап медкомиссия өтіңізші, сіздерге врач бір парақ қылып ауруыңызды жазып береді дедім. Қазір 20-дағы жігіттер ауру жоқ деген өтірік сөз болып кетті ғой. Түсінесіздер ма? 15-тегі жігіттердің, 15-тегі балалардың өзі, қазір кішкентай балалардың өзінде әйтеуір бір ауру табылады. Да? Туа салып та балалар ауырып жатыр, өкінішке орай. Сол себепті мына продукцияны біз не істейміз деген сұрақты, ол өте қисынсыз сұрақ. Бұл продукцияны өзіңіз ішпесеңіз, таныстарыңызға беріңіздер, туыс-туғандарыңызға беріңіздер, әке-шешелеріңізге беріңіздер, балаларыңызға беріңіздер, білмеймін, әйтеуір қасыңыздағы бір қоғамда өмір сүріп жатырсыздар ғой. Сол қоғамда осы продукцияға тапшы, осы продукцияны алмай жүрген адамдар бар. Сол адамдарға осы продукцияны беріңіздер. Сосын сол продукцияның жұмыс істейтінін, жұмыс істемейтінін анықтап алыңыздар.
Егер тауар жұмыс істемейтін болса, онда әрі қарай бұл бизнес, бұл компанияда жұмыс жасап керек емес. Бизнес жасамай ақ қойыңыздар. Мен неге өйтіп айтып тұрмын? Өйткені мен орысша айтқанда уверен да 100% мен бұл тауардың жұмыс істейтініне сенім бар да. Сол себепті айтып тұрмын. Бұл тауардан результат алмайтын адам жоқ. Бәрібір бір результат аласыздар міндетті түрде. Сол алған результатты не бары өзіңіздің қасыңызда, өзіңіздің ортаңызда, өзіңіздің қасыңызда жүрген екі адамға осы результатты айту керексіздер. Болды, екі адамға бизнес айттыңыздар ма, әрі қарай жалақыны шықтым деп уже есептей беруге болады. Екі адам бизнес естігеннен кейін міндетті түрде олар да осы бизнесті көріп тіркелгісі келеді, дұрыс па? Бизнесқа тіркеледі. Сіз ары қарай уже жалақы тауып бастайсыздар. Мынау маркетинг планын басқа енді мынандай сұрақ туы мүмкін көп кісілерде. Неге именно сіздердің компанияларыңызға біз тіркелу керекпіз? Компания жетеді ғой Қазақстанда. Мыңдаған компания бар қазір. Мыңдаған компания келіп жұмыс жасап жатыр. Осындай тауар әкеліп сатып жатыр, ақша беріп жатыр, тауарсыз да ақша беріп жатқан, ештеңе сатпайды ақша беріп жатқан компаниялар бар екен, менің естуімше. Бірақ мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Мынау баяғыда қазақ айтушы еді, мынау не деген баттан құйрық деп. Сондай баттан құйрық деген болмайды. Бесплатно ештеңе болмайды бұл өмірде. Естеріңізде болсын. Көп кісілер айтады, бір жерге барсаң, $100 берсең, 90 евро берсең, кіреді екенсің да, апта сайын ақша алып отырады екенсің деп. Сондай мен естідім жақында бір кісілерден. Мен сіздерге айтайын, ондай нәрсе болмайды негізінде. Осы азғантай бір кішкене санаулы өмірім ішінде бір байқаған бір нәрсем, бесплатно ештеңе болмайды да бұл өмірде. Бесплатно деген нәрсенің ар жағында бір гәп бар да. Орыстар айтады ғой, не надо бесплатно, дайте я вам заплачу дейді орыстар. Потому что слово бесплатно от слова бесплатит, яғни жын төлейді деген сөз. Яғни бұл ақшаны сен төлемей тұрсаң, бұл ақшаны шайтан төлеп тұрген сияқты. Біз төлеп тұрген сияқты. Сол себепті кез келген бір бесплатно нәрсенің ар жағында бір жаман нәрсе бар. Даже орыстардың өзі айтады, бір ақыл айтсаң, ол бір нәрсе әкеліп береді саған, бір ақшасын ба, бір тамағын ба, бір нәрсе әкеліп береді. Өйткені айтады, бесплатный совет, бесполезный совет дейді. Даже бесплатно берген кеңестің өзі ешқандай пайдасы жоқ оның. Сол себепті сіздерге айтарым, бұл компаниялар көп әрине. Неше түрлі тауар әкеліп сатып отқан компаниялар жетеді. Бірақ неге именно біздің компанияға келіп, неге именно біздің компанияда сіздер жұмыс жасау керексіздер? Мен сол туралы кішкене айтсам, шыдамдарыңыз жете ме тыңдауға? Өйткені көп адамдар шаршап отыр, сол себепті айтып отырмын. Негізінде ең бірінші айтатын нәрсем, неге біздің компанияны таңдау керексіздер? Енді қазақстандықтарға айтатыным, бұл біріншіден, бұл Қазақстанда тіркелген, ең бірінші Қазақстанда тіркелген қазақстандық компания. Біздің компания қазақстанский компания. Ешқандай бірде бір акциясын, бірде бір активін бір шетелден бір адам ұстап отқан жоқ. Таза Қазақстан Республикасының азаматтары ашқан компания. Екіншіден, біздің компания осы отқан жерін білесіздер қай екен, иә? Қай жер? Ұлттық тамақтану академиясы, иә? Ұлттық тамақтану академиясының ішінде біз тек қана жай ғана отырған жоқпыз. Біз осы академиямен қатар бірігіп жұмыс жасап отырық. Солармен бірігіп тауар шығарып отырық. Үшіншіден, қазақстандық компаниялардың ішінде өзінің тауарын шығаратын компаниялар жоқ. Бәрі алып келеді, сатады. Біз өзіміз бүгінгі уақытта Ұлттық тамақтану академиясымен қосылып бір продукт шығарып отырық. Және де мынау научный исследовательский институт жалынмен қосылып бір тауар шығарып отырық. Құдай қаласа тағы да 13 продукция биылғы жылдың аяғына дейін шығарамыз деп өткенде сіздерге уәде бердік, иә? Ол уәдемізде тұрамыз иншалла. Төртіншіден, бұл жерде маркетинг планда, үлкен маркетинг планда преимущество бар. Кешіріңіздер, маркетинг планы бұрын айтпас бұрын жалақы жағын, иә? Мысалы, көп кісілер, көп адамдар бизнесқа тіркеледі. Мен де осы компанияға дейін сетевой бизнеспен айналыстым. Мен де осы компанияға дейін сетевой бизнеспен айналысып $1000, $2000 дейін аптасына тапқан кездеріміз болды. Түсініп тұрсыздар ғой, да? Сонда айына $8000, $10000 дейін табысқа шыққанбыз. Ол компанияға келгенде жұмыс істеу, ақша табу проблема болған жоқ. Ақша табу проблема емес. Вообще сетевой компанияда ақша табу дегеннен қорықпай қойыңыздар. Ақша таппай қалам деп. Бәрібір табасыз. Просто ол жерде бір ғана проблема бар. Зарплатқа шыққаннан кейін сол зарплатты алуға кепілдік бар ма, жоқ па? Міне осыған. Осы енді пассивный доходты ала аласыз ба, ала алмайсыз ба? Осы проблема. Біз бұған дейін бір компанияда болдық. Сол компанияда мысалға адамдар жұмыс жасап, команда жинап, үлкен команда құрып, пассивный доходқа шығады $1000, $2000. Пассивный доходқа шыққаннан кейін компания оған апта сайын 1 ай төлейді, 2 ай төлейді, 3 айда әйтеуір бір қайтадан сетік шығарып, анау адамға ақша төлемеу несін тауып шығарады. Неге олай істейді? Неге ол анау адам барып шығымдана алмайды? Сотқа, не болмаса тағы да басқа жерге. Өйткені ол компания мен анау адамның арасында жасалынған мынау келісімшарт, ол заңсыз келісімшарт.
көп сетевой компаниялар мынандай келісімшарт жасай салады. Міне, бірақ осындай келісімшарт жасайды. Мынау договор, контракт деп аталады. Мына договор біздің компанияда біз жасаймыз. Бұл договордың былай қарағанда заңды түрі қалай айтсам екен? Жалпы заңға негізделген контракт емес бұл. Бұл жай ішкі құжат. Орысша айтқанда внутренний документ дейді бұны. Бұл ішкі құжат, бұл құжатпен барып сіздер сотқа шығамдан алмайсыздар. Түсініп тұрсыздар ма? Өйткені бұл құжат жай бұл внутренний документ есептеледі. Осы құжатпен, осындай құжатпен бүкіл компаниялар адамдар бизнесқа тіркейді. Біздің компания қазіргі уақытта біз 3 келісімшарт жасаймыз сіздермен отырып. Бірінші келісімшарт агентское соглашение деп аталады. Екінші келісімшарт договор купли-продажи деп аталады. Осы мынау продукцияға беріледі. Ол мынау келісімшарт, агентский договор. Бұл мынау Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа да заңдарына негізделе отырып жасалынған келісімшарт. Бұл келісімшартпен сіздер кез келген уақытта компания сіздерге бір ақша, бір тиын, не болмаса бір продукцияларыңызды, не болмаса тағы да бір жағдай болғанда, сіздер мынау құжатпен барып сотқа шағымданасыздар. Және де өздеріңіздің компаниямен өздеріңіздің араларыңыздағы қарым-қатынастың түзу болуына, яғни оның әділ болуын қамтамасыз ететін құжат міне осы құжат. Түсініп тұрсыздар ғой да? Бұндай құжатты басқа компанияларда жасамайды. Договор купли-продажи, сатып алу-сату шарты. Сатып алу-сату шарты қай жерде сіздер жасадыңыздар? Тауарға сатып алу-сату шартын берді ма? Берген жоқ. Өйткені неге? Өйткені ол тауар полностью салық төленбейді ол тауарға. Олар 10 продукт кіргізсе, соның 8-іне салық төленбейді. Екеуіне ғана салық төлейді. Ал біз әкелген әрбір продукциямызға салық төлеп отырмыз. Біз берген әрбір тиынымызге салық төлеп отырмыз. Сіздер мысалы жалаққа шықсаңыздар, компания сіздердің шыққан жалақыларыңыздан 10% ИП ұстайды. Индивидуальный подоходный налог. Бізде солай жасалған бар. Неге біз өйтіп заңдастырдық толығымен? Чтобы сіздер адамдар, осы қазір жұмыс жасатқан халық ешқандай күмән болмау үшін. Халық осы сіздер тіркеліп бизнес жасатқан кісілер ешқандай іштерінде бір қорқыныш сезім болмау үшін, өз-өздерін қауіпсіз сезім қалай айтсам екен, чтобы себя чувствовали безопасности. Түсінесіздер ме? Өз-өздерін сондай қауіпсіз сезіну үшін біз осындай келісімшарттар жасап шығардық. Бізге неге келу керексіз сіздер? Осындай құжаттардың болу себебінен сіздер осы компанияға келіп жұмыс жасау керексіздер. Өйткені сіздерге не компания кепілдік береді? Жалаққа шықтыңыздар ма? Кепілдік. Енді қараңыздар, көптеген сетевой компаниялар мынандай методпен жұмыс жасайды. Бинарный маркетингпен жұмыс жасайды. 2 адам тіркейсіз, арғай жұмыс жасайсыз. Бүкіл бинарный маркетинг пландардың бәрінде отрезной цикличность деп айтады. Цикл деп тұрғанымыз, яғни 3 этаптан ба, 5 этаптан ба, 4 этаптан тұратын бір мынандай жұмыс. Көп сетевой компаниялардың циклдары 42, 84 адаммен жабылады. Көп компаниялардың. Біздің компанияның циклы 32-де 32, 64 адаммен жабылады. Сонда сіздер 20 адамға аз жұмыс жасайсыздар. Әр цикл сайын 20 адамға аз жұмыс жасап отырасыздар. Ол өте үлкен преимущество. Енді мен жаңа преимуществоны айтпай кеттім. Осы маркетинг план деп, да? 5-ші. 4-ші маркетинг план болсын. 5-ші ол келісімшарттары компанияның. Компанияның басшылығы. Енді негізінде компанияның басшылығы бұл 5-ші орындар ауысып кеткен шығар, басында тұру керек. Негізінде компанияның басшылары, бұл компанияны ашқан адамдар кімдер? Және де адамдар бұл компания неге ашты? Кез келген бір нәрсе болғанда біз мынандай сұрақ қоямыз, неге деген сұрақ қоямыз, неге мынау бар? Неге сіз барсыз? Неге осы қала бар? Неге сол ненің әр компания әр заттың өзінің мақсаты анықталады? Осы компания неге ашылды? Бұл компанияны неге ашты бұл басшылар, осы компанияның басшылары? Ең басты компанияның мақсаты бұл халықтың денсаулықтарын түзеу. Денсаулығын дұрыстау халықтың. Егер де халықтың денсаулығы дұрысталмайтын болса, сіз ойламаңыздар, біз ойлайтын шығарсыздар, мен осы жерде Алматыда тұрып жатырмын. Анау Астанадағы ауырып қалған, не болмаса Өскеменде ауырып қалған, не болмаса Арқалықта, Қостанайда, жаңағы Қазақстанда любой жерден алшы, Семейде ауырып қалған адам, маған қандай қатысы бар? Мен Алматыда тұрып жатыр емеспін бе? Жақсы жерде, жылы жерде тұрып жатырмын. Ана Шымкентте ауырып қалған адам, маған қандай қатысы бар деп. Сіз ойлайтын шығарсыз, егер де бұлай айналып келгенде, оның сізге тікелей қатысы бар. Сіздер ойламаңыздар, көрші ауылда бір нәрсе болып жатса, біздің ауылда болмайды ол нәрсе деп. Олай ойлап керек емес. Көрші ауылда бір нәрсе болып жатса, уже сол проблеманы шешетін сіздер жауап іздеу керексіздер. Бәріміз азаматтық қоғам деген сол нәрсе. Кез келген жерде бір жерде су басып жатыр ма? Ертең алған жалақыларыңыздан бір какой-то сумманы бөліңіздер де беріңіздер бір нәрсе сатып алып. Ол 200 теңге болсын, 1000 теңге болсын, 500 теңге болсын, ол көмек қылады сол қалаға. Ертең Құдай сақтасын жаманаты жоқ, сіздің де басыңызға күн туғанда әлем сізге дәл солай көмектеседі. Сіз қалай әлемге көмектессеңіз. Біздің компанияның басшылары сол туралы ойлады. Бізде көп уақыт осы зерттедік осы рынокта. Сол кезде қарап отырсақ, біздің мемлекет
жоғары деңгейге шығу үшін ең бірінші халықтың денсаулығы дұрысталу екен. Ал халықтың денсаулығына кім жауап береді? Президент жауап бере ма? Әлде парламент жауап бере ма? Әлде үкімет жауап беру керек па? Әлде денсаулық министрлігі жауап беру керек па? Әлде маслихат не болмаса тағы да басқа акимат жауап беру керек па? Жоқ. Халықтың денсаулығына жауап беретін тек қана өзіміз. Осы халық, біз өзіміздің денсаулығымызға жауап бермейтін болсақ, біз өз қоғамымызда, осы қоғам сіз, мен, яғни басқа адамдар ғой, осы адамдар осы нәрсені қолға алмайтын болсақ, онда біздің мемлекет болашақта керемет экономика болып көтерілмейді. Айтады ғой, ауру халқы бар экономика, ауру халқы бар мемлекеттің ешқашанда денсау экономикасы болмайды. Только здоровая нация может иметь здоровую экономику деген сөз бар. Сол жапондықтар соған қарайды қатты. Жапондықтар тамақ ішпей кетсе де, жапондықтар анау қымбат көлік мінбей кетсе де, олар ең басты денсаулықтарына қатты қарайды. Өйткені денсаулық болатын болса, не істейді? Бәрі де болады, қалғанның бәрі. Сол себепті біз ең бірінші осы денсаулығымызды дұрыстау мәдениетіне қатты көңіл бөлу керекпіз. Бұл үлкен мәдениет. Бұны сіздер ойламаңыздар, бұл бір какой-то жай нәрсе деп. Бұл үлкен мәдениет. Біз қазір Қазақстанға керемет сапасы жағынан ең жоғары сапалы продукция келіп отыр. Оны әкеліп отқан кімдер? Осы компанияның басшылары, осы компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Отаралы Сергей Рахметұлы, осы компанияның президенті Мырзағалиев Асылболат Қалыбекұлы, осы компанияның вице-президенттері, осы компанияның атқарушы директорлары, осы компанияның жұмыс жасауына, арғай дамуына күндіз-түні көзге көрместе үлес қосып жұмыстарын жасап жатыр. Күнде бір проблемамен күресіп жатыр. Ең басты нәрсе бұл халықтың денсаулығы. Егер халықтың денсаулығы дұрыс болса, біз бай да боламыз, біз бақытты да боламыз, біз болашаққа жетіп, жаңа 20 мемлекет пе, 10 мемлекет пе, 5 мемлекет пе, керек болса 3 мемлекеттің қатарына да біз кіре аламыз. Ал егер біз денсаулығымыз болмай, ауырып, құлап жататын болсақ, бізге экономика да керек емес, бізге ештеңе де керек емес болып қалады. Түсініп тұрсыздар ғой да? Сол себепті біз басқа тауар таңдамай, именно осы продукцияны таңдадық. Оның денсаулыққа байланысты продукция, оның ішінде осы кардицепс, құрамында кардицепс бар, осындай продукцияны таңдадық. Сөйтіп біз осы продукцияның дистрибуциясын бірінші Алланың бұйрығымен ғой, осы біз алдық. Осы Қазақстанға келдік. Қазір Қазақстан сіздерсіз ешқандай мемлекет бұл тауар сатып ала алмайды. Сіздердің рұқсаттарыңызбен ғана сатып ала алады. Түсінтірсіздер ма? Қазір Ресей, Қытайға барып бұл тауар сатып ала алмайды. Заводқа барып есігін қағып тұрса да, олар бұны сата алмайды. Өйткені сіздер сол заводпенен келісім шартқа отырып қойғансыздар. Яғни орыстарға керек болса, осында келіп сіздерден алады. Не болмаса біздің компаниямыздың партнері болып, біздің компаниямыздың партнері сияқты болып жұмыс жасап алады. Азербайджан, Грузия, осы продукция, Украина, Белоруссия мына продукцияны ішкен. Сіздер сияқты мына продукциядан керемет мынандай результаттар алған. Қазір осы продукцияны аңсап отыр олар. Қайда ол жоғалып кетті? Бізге керек ол тауар деп. Сіздер не істеу керексіздер? Олар келмесе, өздеріңіз барыңыздар. Фахов ала алмайды. Бізден басқа ешкім сата алмайды продукцияны. Сіздер олар келмей жатыр ма? Барыңыздар. Баяғыда ең бірінші сетевой бизнес бастағанда, мен де Қостанайда бизнесім жүрмеген. Жаңа тіркелдім де бизнес істей алмаймын. Өйткені банкта пәленбай жыл бастық болып істеп қалған любой адам шақырсам, басында бәрі келеді мен тыңдап. Артынан ей сіз мынаған болады жұмыстан шығып кеттіңіз ба? Осымен айналысып жатырсыз ба деп маған жаңағыдай күліп жаңағыдай не істейді да, мазақ қылады да мені. Сөйтіп мен 1-2 аптаның ішінде пәленбай адам шақырдым, 90 адам шақырдым. Соның бәрі айтты, жоқ, сен сетевик болып жатпайсың, сен банкта істеген ақсаусақ адам емессің ба? Сен онда сетевой бизнеспен айналысу үшін адам мықты болу керек, анау болу керек, мынау болу керек деп жаңағыдай маған сенбеді да. Сөйтіп мен сетевой бизнесті тастап, жаңа Қостанайды тастап, 2 аптадан кейін Ресейге кетіп қалдым, өзім спонсорыммен бірге еріп. Сол Ресейге осындай продукцияны алып барып, өйткені Ресей өзі келмейді ғой Қазақстанға бұл продукция деп. Біз сөйтіп өзіміз барып сол жақта сатқанбыз. Өзіміз барып сатып, кісілерге көрсетіп, адамдар жинап қасымызға, дос жинап қасымызға. Сол достарымыздың арқасында, командамыздың арқасында үлкен дәрежеге жеткенбіз. Түсініп тұрсыздар ма? Сіздерге де айтарым сол, бір жерде отыра бермеңіздер. Егер де осы бизнесқа тіркелген болсаңыздар, барыңыздар, шаңыраққа барыңыздар, ауылда жерде аралаңыздар, кісілерге көрсетіңіздер мына продукцияны. Түсіндіңіздер ма? Бұл продукцияны Алматыда 2 миллион халық тұрып жатса, соның әр кетсе бір 1000-2000 ғана адам біледі. Қалған 2 миллион адам әлі білмейді. Әлі 2 миллион. 100 мың алып тастасаңыздар әлі 2 миллион. 200 мың алып тастасаңыздар әлі 2 миллион болып тұра береді. Түсіндіңіздер ма? Сол себепті сіздерге айтарым, бұл продукцияның үлкен қасиеті бұл адамдардың денсаулықтарын дұрыстайды, адамдардың денсаулығын көтереді. Мынау мәдениетті біз дамыту керекпіз. Біз тек қана тамақ ішіп, ет жеп, той тойлап, құдалыққа барып, қыз ұзатуға барып, андай сүндет тойға барып, тек қана той тойлап үйреніп қалған халықпыз. Осы мәдениетті кішкене екінші орынға қойып, бірінші орынға денсаулықты көтеру мәдениетін ойлау керекпіз, ойластыру керекпіз. Бұрын ондай болған жоқпыз, әрине. Бұрын осыдан бір 15 жыл бұрын қалада қандай су ішіп жатқанымызға қарамайды, біз кранды ашамыз да құмаға су толтырып ішіп жатырмыз. Қазір уже қарасаң көп үйлерде не тұр?
фильтр тұр, иә. Қазір көп үйлерді қарап қалсаң, енді просто жай байқап қаласың ғой, холодильниктің үстінде әйтеуір бір витаминдер тұрады. Холодильник кейде жаңағыдай болады, қарап қалсаң әйтеуір бір нәрсемен айналысып жүреді. Әйтеуір бір үйде бір адам спортпен айналысады қазір. Иншалла, көрдіңіздер ме? Мәдениет көтеріліп келе жатыр. Қазір көп жастар футбол ойнайды, көп адамдар жүгіреді. Үлкен кісілердің өзі отырмайды, паркке шығып жүреді. Өйткені білет отыра берсе ауру болып қалатындарын, дұрыс па? Сол себепті айтатыным, енді біз соны ауылды жерлерге жеткізу керекпіз. Өйткені қазіргі ауылдағы тауардан ішіп жатқан құрт, май, анау сүттің ішінде витамин азайып баратыр. Азайып, өйткені неге? Өйткені ауа райы түсіп баратыр. Шөптің құнары кетіп баратыр. Экология жамандап кеткен. Осы мәселені біз қазір 20 жылдан кейін енді баяғы микроэлементтер, макроэлементтер, баяғы жаңағы біз витаминдердің бәрі олар жоғалады біз ішіп жатқан продукцияны. Өкінішке орай ол мен емес, өйткені ол сондай статистика бар. Сол кезде біз витаминдерді қайдан аламыз? Апа, 30 жылдан кейін витаминді қайдан аласыз? Иә. Ертең бара осы жатқан кісілердің бәрі миллионер болады. Біреуі 2 айдың ішінде, біреуі 2 жылдың ішінде. Не имеет значения? Уақыт тек қана уақыт қана. Сіз бай болатыныңыз уақытқа байланысты. Біреу 1 жылда бай болып кетеді. Біреу 2 жылдан кейін бай болып кетеді. Біреу 5 жылдан кейін бай болады. Әр адамның өзінің ниетінен, ішкі жан дүниесіне байланысты оның барлығы. Сол себепті мен сіздерге айтады, оған байланысты білімді осы компания береді. Мына ситуацияға келгеннің арқасында 4 жыл ішінде мен 180 градусқа өзгердім десем, артық айтқаным болмас. 180 градусқа осы бизнес өзгерді. Неге? Өйткені өзіміздің ішіміздегі минустарымызбен жұмыс жасай бастадық. Өзіміздің тұлға дейді ғой, жалпы тұлғалық сапаны жақсарту жолында біраз жұмыс жасадық. Оқи бастадық, жан-жағымызға қарай бастадық. Мынау кісілер қалай жүр, мынау адам қалай жүр, мынау қандай деңгейге жеткен. Сетевой маркетингтің бір ерекшелігі, бұл жердегі миллиардерлер, бұл жердегі миллионерлер, осы компанияның президенттері, олардың сіз қолын алып, бүйтіп амандасып, сол кісілермен сөйлесіп, сол кісілерден кеңес ала аласыздар. Қарапайым болу. Түсіндіңіздер ме? Адамдарға жақын болу. Осы күнге дейін кімдер көтеріліп келді? Сондай деңгейдегі адамдар ғана көтеріліп келді. Енді қазір урбанизация болып жатыр, глобализация болып жатыр. Енді қазір жалпы қоғам ондайлармен көтерілмейді. Енді қоғам тек қана кім халыққа жақын, кім адамдармен бірге, кім қоғамның ішінде халқына жақын өзінің, солар ғана көтерілетін заман келе жатыр. Мен сіздерге шын айтамын. Қазір халқына жақын емес, есік терезеден тас жауып отырған адамдар, ол сол есік терезеден тас жапқан сол түрменің ішінде қалады сол қалпында. Ал кім халыққа жақын, кім халықтың қамын ойлайды, кім біреуге жақсылық ойлайды, иә, солар ғана көтеріледі. Мен сіздерге шын айтамын, өйткені сондай заман келе жатыр қазір. Заман сондай болып бара жатыр ғой. Байқадыңыздар ма? Сол себепті біз өзгеру керекпіз қатты. Осы компанияға келсеңіздер, сол тақырыпта біздің компаниямыздың партнерлары, лидерлары сіздерге көп нәрсені үйретеді. Бұл жерде қиын ештеңе жоқ. Аптасына $1000 шыққыларыңыз келе ме? Қиын ештеңе жоқ. Бір 4-5 қана қадам бар. Сол 4-5 қадамды күнде қайталап істеп отырсаңыздар, 1 ай, 2 ай, 3 айдың 4 айдың ішінде сіздер аптасына $1000 шығасыздар. Сонда айына 4-5 $1000 шығып кетесіздер. Ал өзіңізбен бірге жүріп, сол өзіңіз жұмыс істеп жатқан жерде қалған кісіні қараңызшы, 4-5 айдан кейін неге жеткен. Сол 4-5 айдан кейін қалай алдында солай жүрді, сол қалпында жүре береді да қарай. Сол баяғы 50-40-60 мың теңгесіне жұмыс жасап. Түсініп тұрсыздар ма? Ал сіз болсаңыз, бұл жерде не істейсіз? Көп нәрсені көресіз, өсесіз, үйренесіз, өз-өзіңізбен жұмыс жасайсыз, өзіңіздің минустарын плюсқа айналдырасыз. Өзіңіздің денсаулығыңызды дұрыстайсыз, қасыңыздағы адамдардың денсаулықтарын дұрыстайсыз. Сол арқылы сіз өсіп, өзіңіздің осы өміріңіздегі мұратыңыз дейді ғой, мақсатыңызға жетесіз міндетті түрде. Біз сонымен жұмыс жасаймыз. Біздің бизнес оңай бизнес емес негізі. Адамдарды жай қарапайым өмірі бай болып көрмеген адамды бай қылу оңай жұмыс па? Кейде ата-анасы өзін қатты жақсы көретін баласын өзін бай қыла алмайды ғой, қанша өмір бойы қасында жүрсе де. Біз танымайтын, білмейтін адамдарды алып келіп бизнесқа, соларды $1000, $2000, миллион теңгеге дейін аптасына жалақыға шығарамыз. Ол жұмыс та оңай жұмыс емес. Бірақ ол жұмыспен де біреу айналысу керек қой. Дұрыс па? Сол себепті сіздерге айтарым, сіздер сондай жауапкершілік алып, біздің компанияға келіңіздер, біздің компаниямен айналысыңыздар. Ешқандай қиын ештеңе жоқ. Ең бастысы денсаулық дұрыс болады. Екінші, өзіңіздің жалақыларыңыз көбейеді, бірақ жалақы көбею үшін міндетті түрде сіз жақсы адам болу керексіз. Ішіңізде жақсы адам болу керексіз. Орыстарда мынандай сөз бар: какая личность, такая наличность дейді. Өзіңіз қандай тұлға болсаңыздар, сондай ақша табасыз дейді. Егер сіз ішіңізде мындай құрттай адам болсаңыз, сіздің қалтаңызда жалақыңыз содан құрттай болып тұрады. Ал өзіңіз кішкене нормальный орташалау, ішіңіз кішкене кеңірек адам болсаңыз, жалақыңыз да кішкене кеңірек болады. Ішіңіз одан да кең болса, онда жалақыңыз да сондай үлкен болады.
Ал ішіңізде бықсып, біреудің таянғанына жетістігіне көре алмай, біреуді көре алмай, біреудің атын күңкілдеп, біреудің атынан ғайбат айтып, біреудің атынан жаман сөз айтып, өсек айтып, сондай бір жаман нәрселермен айналысып жүрген болсаңыз, онда сіз ішіңізде сондай қырттай ғана болып, тапқан ақшаңыз тиындап, 100 теңгені 5-ке бөліп сөйтіп жүресіз өмір бойы. Ал мен айтатын, адам ішінен кеңейіп, ішінен өсу керек. Сол кезде оның жалақысы да өседі, міндетті түрде. Шетелге шыға бастайды, басқа жақты көре бастайды, өмірді көре бастайды да. Сіздің бауырайында ықтау ғой. Сол ыққа әбден үйреніп қалған шығарсыздар, ақырын жүресіздер, ақырын сөйлейсіздер, асықпай не істейсіздер. Сол кішкене өмірде кішкене адам пысу керек. Я хотел бы на эту сцену сейчас с большим уважением пригласить основателя и президента нашей компании, очень, как сказать, очень справедливого, терпеливого, самое главное, и щедрого человека Мырзагалиева Асылболата Қалыбекұлы. Давайте под ваши бурные аплодисменты встретим нашего президента. Ассалаумағалейкум. Қадірменді қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Біздің компаниямен денсаулық деген ол на высшем уровне да. 10-бальный шкаламен 10 деген балға біз сәйкес болуымыз керек. Өйткені біздің өміріміз, денсаулығымыз дұрыс болмайтын болса, денсаулығымыз төмен болатын болса, онда біздің қалтамыз да төмен болады. Өйткені жұмыс жасай алмаймыз ғой, басқасы да төмен болады, үйде де береке болмайды деген сияқты. Сондықтан да ең бастысы біздің денсаулығымыз мықты болу керек. Біздің оздоровление нации дейді ғой. Біз қазір оздоровление нациямен айналысуымыз керек. Өйткені болашақта ұлт болу үшін бізге не керек? Бізге денсаулық керек. Болашақ өзіміздің балаларымызды тәрбиелеу үшін бізге денсаулық керек. Сол үшін біздің компанияның басты айырмашылығы, басты құндылығы ол әйгілі, аты әлемге әйгілі, аты аңызға айналған Лике компаниясының өнімі қайда? Біздің компанияда, ол басқа ешқандай компанияда жоқ. Болды бұл кезінде 5-6 компанияда. Қазір тек қана біздің компанияда. Өйткені біздің компания бренд. Сондықтан да біз тек қана брендтермен жұмыс жасаймыз. Бұл енді 92 жылдан бері тексерілген, зерттелген, бүкіл дүние жүзінде талай адамдар таңғалған, талай врачтар таңғалған, талай адамға жаңағы денсаулық сыйлаған. Бірінші Алла, екінші осы продукцияның арқасында көптеген адамдар жандары аман қалған, қаншама дүниеге ұрпақтар келіп отыр, балалар келіп отыр, сәбилер келіп отыр. Мен енді мына компанияның бір 2 жылдың ішінде бір 100-ден астам сәби дүниеге келді біздің осы тампондардың арқасында. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты сізді тампон бай, тампон билер келді, тампон бектер келді. Тампон гүлдер келді дүниеге. Сол бәрі, конечно, оның барлығы Алла тағала бізге ауру жібереді. Біз сынақ қолда, испытание дейді. Ол ауруды адам ойлап, оны емдеу қиын. Оны емдеу немесе химический препараттармен емдеу өте қиын. Оны тек қана Алла тағала өзі шөп жіберді бізге. Сол шөппен. Неге бізді именно табиғатқа тәуелділік қойды? Неге шөпке тәуелділік қойды? Өйткені біз шөпке тәуелдіміз. Біз жер анаға тәуелдіміз. Біз жер анадан жаратылғанбыз. Біз топырақтан жаратылғанбыз. Маймылдан емес. Сол топыраққа бізді тәуелдетті. Біз өйткені жер ананы қадірлеуіміз керек, сыйлауымыз керек. Ал қазір не? Жерді жаңағы алтын көрсең елден қаз деп, жердің астында бір нәрсе бар десе, біз тым қалдырмай қазып жатырмыз, бомбаны тастап жатырмыз, атысып жатырмыз, қырылысып жатыр деген сияқты. Соның барлығы жаңағы жер ананы сыйламағанның кесірінен. Сол үшін дауыл болады. Неге тайфун деген, мысалы, ураган деген, торнадо деген тек қана Америкада? Көрдіңіздер ме? Өйткені жер ананы қадірлеуді білуіміз керек. Сол үшін біздің компанияда енді осы компанияны ашпастан бұрын біз барып өзіміздің туған жерімізге, Қостанайдың Торғай деген жеріне барып, Қазақ хандығының 500 жылдығына компания ашылмастан бұрын барып 500 ағаш отырғызып, мектептің алдына, мешіттің жанына, басқа жерлерге ағаш отырғызып, сөйтіп біз бірінші табиғаттан рұқсат алдық. Бірінші Алла тағалаға беретін, одан кейін табиғатпен біз тілдестік, табиғатпен сырласып, табиғаттан біз күш алдық, табиғатқа өзіміздің бір ұрпақтық жаңағы парызымызды өтеп, сосын барып компанияны аштық біз. 2015 жылы 8 май кезінде. Біздің компания жайдан жай ашылған компания емес. Бұл компанияның басты құндылығы, бұл Лике компаниясы болсын, Лике заводы болсын, концернында, мына Ликенің продукциясы болсын, ол деген өз алдына бір төбе әңгіме. Ал бұл компанияның басшылары, яғни Сергей мырза мен бұл компания басталмастан бұрын біз
қандай шешімге келдік? Біз өте қиын шешімдерге келдік біз. Өте қиын жағдайлар біздің басымызға туды. Біз көп ойластық. Қаншама компания бар. Бір компанияға бар жұмыс жасай берейікші. Зачем ол компания ашып, оның жаңағы документациясы бар, оның анау бар, мынау бар. Қазіргі кезде өзі үкіметтің де несі бізге артатын жүктемелер көбейіп кетті. Ол ашқылақты тұншықылақ көп қой компания жасап жатқан. Солардың біріне барып жасай берейік деп бір компанияға барамыз. Ол компания алысқа бармай қалады. Ана компанияға барамыз, анандай шығады мысалы. Шетелдің компаниясы ғой бәрі. Енді біз мына жақтан айқайлаймыз, ойбай, бізге мынандай керек, бізге мынандай керек, біз үйтейік, біз сөйтейік, біз жастарымыз бізге мынандай жаңа привилегиялар жасайық, басқа компаниялардан озайық, сол үшін бізге мынандай рұқсат беріңдер десек, ноль. Бізге тыңдамайды, біздің айтқанымыздың бәрі жай. Біз түсіндік, біздің айтқандарымыз бәрі ол орындалмайтынына көзім жетті. Біздің арманымыз мынандай да, істеп жатқан жұмысымыз да мынандай. Бірақ ертеңгі күнгі болашағымыз мынандай болды да, біздің арманымыз мынандай. Өйткені біздің қолымызда тұрған ешнәрсе жоқ болды ғой. Көрдіңіздер ме? Сосын барып не керек? Құрсын, жауапкершілікті алайық мойнымызға. Ел үшін, халық үшін неге жан бермеске? Кезінде ата бабамыз осындай жаңағы жалаң аяқ жүріп ел қорғады, жер қорғады, соғысты, осы қаншама жерді алып қалды. Біз осы күннің біздің жұмысымыз ел аман, жұрт тыныш, бәрі жақсы болып тұрған кезде біздің мақсатымыз не? Халыққа жақсылық жасау, халыққа денсаулық беру, халыққа жаңағы табыс көзін беру. Соның ретінде біз өзімізге жауапкершілік алдық. Жауапкершілік алып, ол оңай болған жоқ әрине. Жауапкершілік алдық, ақылдасып, сөйлесіп, жігіттер қайрат бар, Уәлихан мырза бар, сол кісілердің қолдауының арқасында бізге күш берді, деме берді, біздің командамыз болды. Сол команданың арқасында сіздердің арқаларыңызда осы қазір барлығы армандарымыз орындалып жатыр. Міне, бізге мынау керек дедік, ол болып жатыр. Мынау керек дедік, ол болып жатыр. Біз 2015 жылы компанияны ашқан кезде осы жерде біраз адамдар отырған адамдар айтты. Сендер осы анау дейсіңдер, мынау дейсіңдер, қазақстанский компания дейсіңдер, қайда өзіміздің Қазақстанның өнім деген кезде біз айттық. 2 жыл уақыт беріңіздер дедік. 2 жыл уақыт берсеңіздер, Қытайдағы бар заттың бәрі біз Қазақстанда болады, Алла қаласа. Сөйтіп 2 жылдың ішінде әйтеуір міне Линжи деген өзіміздің продуктын шығардық. Міне алтын жебе фитосорт. Күріштен жасалған, күріштің қабығынан жасалған. Бұл адамның ішіндегі қанды. Біріншіден бауыр тазалайды. Міне, мынаны бірінші очередь ішуіміз керек. Өйткені бауыр, барлық нәрсе қайда? Біз мысалы машинамызды ана фильтрларын ай сайын немесе жаңағы квартал сайын, жыл сайын ауыстырамыз ғой. Ол болмаса машина май жеп кетеді, тұншық болады деген сияқты басқа. Сол сияқты адам өзін қашан тазалайды? Қашан өзін жаңағы фильтрларын тазалайды, мысалы фильтр бауыр ғой мысалы, соны қашан тазалайды? Міне, алтын жебеміз ең бірінші қан тазалауымыз керек. Одан кейін бауыр тазалауымыз керек. Сосын барып мына кардицепс дегендер, сосын барып шайлардың бәрін ішуіміз керек. Бірінші тазалауымыз керек. Фильтрларын барын тазартып, біздің барлық мүшелеріміз жұмыс жасау керек. Міне осы алтын жебе деген біздің продукцияға қол жеткіздік. Енді Қайрат мырза енді көп нәрсе айтып өткен болар. Сондықтан да мен қысқаша айтайын. Компанияның бірінші байлығы ол дистрибьюторлар, халық. Халық бар жерде компания дамиды. Халық жоқ па, ол компания дамымайды ешқашанда. Сондықтан да мына жерде біздің баяғыда сіздердің мына каждый айтатын сөздеріңізбен біз келісеміз. Сіздердің ұсыныстарыңызды біз қараймыз, тыңдаймыз. Өйткені біз хорошо, что басқа компанияларда жұмыс істеп көріп, басымызды соқтық қой, что ана президентке шықсақ немесе жаңа жоғары жаққа шықсақ айтады, сендердің шаруаларың қанша? Өздерің жұмыстарын істеңдер, болды. Сөйтіп, сондықтан да бізге, мысалы, қазір бірінші очередь региональный представительдер бізге не айтады? Ол мынандай ұсыныстар тастай ма? Біз оны қараймыз. Председатель совет директоров келеді, соны қараймыз. Мынау былай деп жатыр, халық бүй деп жатыр. Халықпен санасамыз біз. Басты біздің байлығымыз халықпен санасу. Халыққа жақсы болсын. Неге біз ондайға бардық білесіздер ме? Өйткені мына маркетинг планды көрдіңіздер ғой? Маркетинг план. Маркетинг план сіздерге қалай? Біздерге солай. Біздерге солай. Бізге жеңілдік жоқ мына жерде. Түсінесіздер ме? Бұл бізге қиын болды. Өйткені біз айттық, біз ана компаниямен жұмыстарымен араласып жүрген кезде біз мынаны қашан уақытында жауып үлгереміз, ертең қашан былай жасап үлгереміз. Давай өзімізге жеңілдік жасайық дегенде адамдар болды. Бірақ біз бәрі шорт кестік. Жоқ, болмайды. Не көрсек те, ақша таппаймыз ба, структурный, онда өзіміз кінәліміз. Бәріне үлгеруіміз керек. Жаспыз ба? Компанияны көтеруге де үлгеру керекпіз. Одан кейін маркетингпен жұмыс істеуге үлгеру керекпіз. Ал егер де біз мына жерден өзімізге бір тиімді жағдай жасап алатын болсақ, онда бізге өзіміздің шақырған адамдармен жұмыс істеп қажет не? Өйткені компанияның табысына қарап отырамыз ғой. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бәрін айттық, жоқ болмайды. Біз не көрсек, халықпен бірге көруіміз керек. Сонымен алдық та компанияға табыс берген жоқпыз. Компанияға табыс жоқ.
халықтың қолында табыс. Барлығын мына жерде компанияның 100% товарооборотынан 70% біз халыққа таратамыз. 30% ол себестоимость товары, оның ішіне жаңағы компанияның расходтары кіреді, сол ғана. Ал біздің табысымыз қандай табыс? Структурный табыс, лидерский табыс. Мен осы компания президент деген аты болмаса, мен компаниядан жалақы алмаймын. Түсінесіздер ме? Жалақы алмаймын, менде жалақы жоқ компанияда. Менде структурный лидерский табыс бар, премия қарап отырмын. Өйткені біз мына жаңағы біздің компания табыс қайда жатыр енді? Ертең біз завод саламыз, ананы саламыз, мынаны саламыз, ол қайда табыс? Ол табыс. Ол табысты біз ежегодный подтверждение деген бар. Ежегодный подтверждение. Вот міне сонда компанияның табысы бар. Көрдіңіздер, жылына бір рет келетін. Сонда компанияның табысы бар, сол табысты аламыз да біз еще премия таратып береміз. Көрдіңіздер ме? Ал одан артылатын болса, онда жаңағы завод салу немесе цехтар салу деген сияқты. Қазір осы тұрған күннің өзінде біз уже жартылай цехтарымыздың бәрі кіргізіп алдық. Қазір біздің қолымызда өзіміздің өнімді өзіміз шығара алатын деңгейге жеттік. Көрдіңіздер ме? Қазір ғалымдармен жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан да біз енді мен көп уақыт жаңағы бола бермейтінмін офиста. Бірақ кеше біз осыдан бір апта бұрын Қайрат екеуміз уәде бердік. Аптасына екі рет Қайрат мырза келіп тұрады офисқа, бір рет мен келіп тұрамын офисқа. Халықпен тілдесу үшін, халықпен сырласу керек. Біздің компания ашылмастан бұрын оның ниеті дұрыс құрылғанда бізде фундаменті мықты да. Өйткені жаңа іргетасы неге мықты? Егер де біз басында сондай справедливо құрмаған болатын болсақ, сол кезде біз халықтың жағдайын емес, өзіміздің қалтамызды ойлаған болатын болсақ, біз қазір бұл жерде тұрмайтын едік та. Біз баяғыда уже Дубайда ма, басқа жақта ма тұратын едік. Бізге қарапайым халықтың осы қазақстанский бренд жасауымыз керек. Жүрегіміз, мына кеудемізде жанымыз бар ма? Қазақстанский бренд жасауымыз керек. Яғни, Ресейде ашылды ма компания? Ашылды. Қырғызстанда ашылды ма компания? Ашылды. Енді сіздер осы жерде қазір структураларыңызды құруларыңыз керек. Компанияға сенімдеріңізді арттыруларыңыз керек. Компания сіздерге сенімдерін арттыру керек. Одан кейін мына бала шағаларыңыз барлығы да мысалы жұмыссыз жүргендер қаншама? Бірі естиді, бірі естімейді, білмейді компаниямызды. Соны қазір рекламаға біз көңіл бөлеміз. Мысалы, ой, қазақтың аты құрып қалып па неге Infinity деген сияқты мысалда. Бұл дұрыс жасалған нәрсе болды. Өйткені сіздер білесіздер, көбіне өзіміздің қазақтар айтады. Ой, жаңағы қазақстанский ондайға біз бармаймыз деген қол сілтеулер бар. Бірақ соның барлығын біз ойларды өзгертуіміз керек. Компанияның аты шексіздік. Шексіз мүмкіндік, халыққа шексіз мүмкіндік берсе екен деген арманнан жасалған.